Болашақ жоғарғы колледжіне 25 жыл. Мерейтойға орай Кеншілер мәдениет сарайында Болашақ жұлдыздар атты фестиваль өтті. Дарынды жастар жиналған шара жайлы тілшіміздің бейнематериалында. Фестиваль барысында оқу орнының 25 жылдық тарихына шолу жасалды. Іргетасы қаланғаннан бері еңбек еткен ұстаздарға құрмет көрсетілді. Колледж директоры Ғани Мамраева білім мен біліктіліктің ордасына айналған білім ошағының жеткен жетістіктеріне тоқталды. 25 жылдық мерейтоймен құттықтап, алар асулар алда екенін айтты. Сапалы білім, саналы тәрбие алып шыққан түлектеріміз бен студенттеріміздің жетістіктері әрине білгір, кәсіби біліктілігі жоғары деңгейдегі ұстаздарымыздың ерен еңбегінің арқасы. Сіздерге білім ордамыздың дамуына қосып жатқан үлестеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық ізденіс жолында табыс тілейміз. 12-ші рет өткізіліп отырған фестивальде үздік студенттер анықталды. Спортта, өнерде, шығармашылықта, қоғамдық өмірде белсенділік танытып жүрген жастар дипломмен, сыйлықтармен марапатталды. Боулинг орталығына сертификат бар екен. Шығармашыл жастардың басын қосқан шараға колледждің түлектері келіп, лебізін білдірді. Бүгін Қарағанды Болашақ жоғарғы колледжі үшін ерекше маңызды күн. Өйткені оқу ордамызға 25 жыл мерейтойы болып жатыр. Болашақ колледжінің алар асулары әлі алда. Өркениет көшіндегі біздің болашақ кемесінің білім көшіндегі сапарының сәтті болуын тілейміз. Рейған Рахатжан Болашақ жоғарғы колледжінің түлегі. Еңбек жолында дәл осы білім ордасында бастаған. Бүгінде математика пәнінің мұғалімі. Жаңашылдыққа ұмтылатын жас маман бағыт-бағдар берген ұстаздарына алғыс білдірді. Керемет ерекше орта. Осының барлығы мен үшін қазір сәл бір қайта оралсам деген ыстық сезімге бөлейді. Енді мен өзім айтар едім, әрбір өзінің болашағына алаң болатын, болашағына үлкен үмітпен қарайтын әрбір талапкерге, әрбір жас түлекке Болашақ колледжін таңдаңыздар деген үлкен сенімді бағыт-бағдар бергім келеді. Болашақ жоғарғы колледжінің іргетасы 2000 жылы қаланды. Бүгінде 23 оқыту бағдарламасы бойынша 2000-нан астам студент білім алуда. Болашақ жұлдыздары фестивалін өткізу арқылы біртұтас тәрбие бағдарламасының шабыт жобасы сәтті жүзеге асырылуда. Сапалы білім беріп, білікті мамандарды даярлау басты мақсатымыз дейді колледж ұжымы. Дариға Жаманова, Зұлқайнар Исмахаев, Эльмира Бердонғарова, Сарыарқа телеарнасы.